Сәлем достар, бүгін классикалық рулет жасайтын боламыз. Өте тез дайын болады, бір жасағаннан шығатын рулет. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, бізге құрамына жұмыртқа, мен белогына бөлек алып алдым. Өйткені осы көтеретін бізді рулетімізді белокты әбден пышный болғанша, аппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Жоғарғы жылдамдықта және қантымызды бөліп саламыз. Дәл осылай миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, менде аппақ болып, көпірік болып көтерілді белогымыз. Енді осыған жаймен де басқа ингредиенттерді қосатын боламыз. Бір қасық чайный ложка мед қосамын. Иісі бұрқырап өте дәмді болып шығады. Және де кішкене пищевая содаға уксусымызды араластырып, бірінші араластырып алатын боламыз. Сонан соң мына жылтығымызды жаймен де біртіндеп қосатын боламыз, араластыра отырып. Қараңыздар, дәл осылай жаймен араластырамыз, өйткені біздің белогымыз басылып қалмау керек. Міндетті түрде қараңыздар, менде қандай күшті болып көпіріп тұр, иә. Енді осыған үстіне ұн салатын боламыз. Бұны да астынан жоғары қарай, төбеге қарай жаймендеп араластыратын боламыз. Қараңыздар, менің немді белогым өзінің қалпын ұстады. Солай 180 градуста бір 10 минутқа қойып шығатын боламыз қызып тұрған пеште. Ол піскенше ары қарай мен кремін дайындап аламын. Кремін өздеріңіз білесіздер, сметанамен жасасаңыздар болады, құр сгущенкамен араластырып, немесе осылай сливкимен творожный сыр және сахарный пудра қосып араластырып жасасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне, менде уже бисквитім пісті. Мен бұны бірінші орап қоямын. Орап қойдым, суығанша өзі. Енді ары қарай кремді жалғастырдым. Міне қандай қою болды, иә. Енді осыны бетіне гүлдегенге бір 2-3 қасық салып алып қойдым. Міне, менде рулетім әбден суыды. Мен бұған пропитка жасаймын. Мен кофеден жасап жатырмын. Сіздерге ұнамаса, кофе сүтке қант қосып, немесе суға қант қосып, пропитка жасасаңыздар болады. Міндетті түрде әдемі сухой болмай шығады. Жақсы болып. Енді ары қарай жаңа қалған кремімізді салатын боламыз. Және осыны біркелкі қылып әбден жағып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай, қараңыздар. Ешқандай қиыншылығы жоқ, оңай. Қонақ келетін болса, тезірек пісіріп, осылай 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, тезірек дайын болады. Бұның ортасына өздерің қалауларыңыз бойынша ягодалар салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Әркім өз ойларымен жасайды. Мен ештеңе салған жоқпын, барымен жасадым. Міне әбден орап қалпына келтіріп алдым. Бұны міндетті түрде осындай пленкаға орап, холодильникке бір жарты сағатқа, 1 сағатқа или солай қойып алсаңыздар болады. Уақыттарыңыз болса, көбірекке қойған дұрыс. Менде 1 сағаттан аса холодильникте тұрды. Енді міне шығарып, бетін әрлеп жатырмын. Жаңа қалған 3 қасық жаңа креміміз бар, соны бетіне жасадым. Көрдіңіздер ма? Енді шетін кесіп алып тастайтын боламын. Жаңа кремі жетпеген, немесе кішкене әдемі болмайған жерлерін кесіп тастаймын. Оның бетін мен клубникамен әрледім. Қараңыздар, өте әдемі, керемет болып шықты. Бұл бізде магазиндерімізде өте қымбат тұрады, ал қолмен жасасақ, ондай қымбатқа шықпайды. Сол үшін де міндетті түрде жасаңыздар, ешқандай қиыншылығы жоқ. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Енді осыны кесіп, дайындап қоятын боламыз. Осылай ортасынан 2-ге бөліп алдым, және оны тағы да 2-ге бөлім. Ол қалған 2 бөлікті тағы да 2-ге бөліп, осылай әдемілеп орналастырып шығатын боламын. Қараңыздар, дәл осылай.
ортасын қараңыздаршы, кремі мол, өте әдемі. Бұл көп тұрған сайын өте сіңімді болады және жегенге де өте керемет болып шығады достар. Қараңыздар, өте керемет.